Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын қыста палаумен, қою тағамдармен рахаттанып отырып жейтін салаттың түрін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін өткізбей қараңыздар, керекті жерлерін көрмей қалуларыңыз мүмкін. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші жұмысты осы қиярдан бастаймыз. Қиярдың екі жағын кесіп алып тастап, 2-3 сағатқа суға салып қоясыздар. Қиярдың ішінде газы болғандықтан газын полностью суға шығарып тастау керек. Содан кейін помидорларымыздың керек емес жерлерін алып тастап, блендермен жақсылап өткізіп аламыз. Помидор таңдаған кезде қою, етті помидор таңдаңыздар. Сол кезде сіздің салаттарыңыз өте дәмді, қою болып шығады. Достар, керекті мөлшерлерін астына описание бөліміне және комментарий бөліміне жазып қалдырып кетемін. 2 сағат бойы суда тұрған қиярымызды алып, дәл осылай етіп турап аламыз. Қиярдан кейін чесногымызды ұсақтап турап аламыз. Одан кейін укропты, петрушканы осылай жаслап жуып турап алыңыздар. Қажетті заттардың барлығын осылай алдын ала дайындап турап аламыз. Үлкен кастрюлемізді отқа қойып, ішіне блендерден өткізген помидорымызды құйып аламыз және помидор қайнағанша бетін ашып қалдырамыз. Помидор қайнағаннан кейін 10 минут көлемінде қайнатып аламыз. Бетін жаумай, жай отта қайнатып алыңыздар. 10 минуттан кейін қиярларымызды саламыз. Қиярды салғаннан кейін бір араластырып 15 минут көлемінде тағы да қайнатамыз. Астын жай отқа қойып, бетін жауып қайнатсаңыздар болады. Он 15 минут жақсылап баяу отта қайнағаннан кейін укроп, петрушканы, чеснокты және лавр жапырағын, қара бұрышты, одан кейін ащы қалампырымызды салып аламыз. Жақсылап бір араластырып, үстінен 3 қасық қант, 3 қасық тұзымызды салып, тағы да бір жақсылап араластырамыз. Содан кейін 70% уксусымыздан 2 ас қасық салып жіберіңіздер және 150 мл сұйық майды да құюды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырғаннан кейін тағы да 10 минут көлемінде қайнатып алыңыздар. Содан кейін біздің икрамыз дайын болады. Біз бұл аралықта крышкаларымызды қайнап тұрған ыстық суға батырып қоямыз. Содан кейін банкаларымызды парға жібереміз. Әр банканы 5 минуттан парлап алғаннан кейін дайын болып тұрған салатымыздың астын ең баяу отқа қойып, астын өшіріп қоймаңыздар. Осылай банкаға құйып шығамыз. Әркім өз закрывашкасының жабылу жолын біледі. Сол закрывашкаңызбенен банкаларыңызды жаба берсеңіздер болады. Біздің салатымыз өте оңай және тез дайын болады. Қысқа алдын ала осылай жаздың күні жауып қойсаңыздар, ыстық тамақтармен, палаумен, қою тағамдармен өте рахаттанып отырып жейтін боласыздар. Осы әдіспен банка жабатын болсаңыздар, осы видеоның астына комментарий жазуды ұмытпаңыз.